Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге өте оңай пісіре салысымен женіп кететін тағам түрімен бөлісемін. Осы тағамды жазсаңыз үй ішіңізге міндетті түрде ұнайды. Сондықтан видеомды соңына дейін көріп, лайк басып арнама тіркеліп кетіңіздер. Мен бірінші салмасын дайындап алдым. Салмасы үшін бізге картоп керек болады. Піскен картопты жақсылап шаншқын көмегімен езіп аламыз. Үстіне дәміне қарай тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Енді сырды терканың ең майда бөлігінен өткізіп қосамыз. Осымен салмамыз дайын. Қамырын дайындаймыз. Суға тұз және пісе май қосып араластырамыз. Ұн қосып қамыр илейміз. Қамыр қолға жабыспайтын, қатты да болмау керек. Енді қамырдың бетін жауып, оны 5 минутқа демалдырып қоямыз. Кейіннен алып, бірнеше бөлікке бөліп, домалақтап шығамыз. Қамырды видеодағыдай кішкентай етіп бөлеміз. Үлкенде болса, қазір қағылып жайған кезде көлемі үлкен болып қалуы мүмкін. Енді қамырды жұқалап шайып шығамыз. Ішіне жаңағы дайындап қойған салмамызды салып, екі бүктейміз. Кейіннен артық жерлерін видеодағыдай кесіп алып тастаймыз. Осылай барлығын дайындап шығамыз. Қамырды қызып тұрған табада жай отта салып пісіреміз. Түрі осылай сарғайып, піскен кезде келесі бетіне аударып, тағы да пісіріп аламыз. Барлығын осылай пісіріп шығамыз. Табадан ала салысымен осылай бетін сармаймен майлаймыз. Сонда ол қатып қалмай жұмсақ болып тұрады. Осымен тағамымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Видеомды лайк басып арнама тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Нұрсұлу. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.